Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен осындай клон жасауды бірге үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ал біз болса бастаймыз. Кеттік. Баршаңызға сәлем достар, өздеріңіз білетіндей, біз клонды қазір сіздермен бірге үйренетін боламыз. Сол үшін біз видеомызды дайындап алдық. Сіздерге видеоның басында қалай түсіргенін көрсетіп кетемін. Жалпы мен видеоны қалай түсіргенім сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді біз видеоның осы керекті жерінен қиып аламыз. Мінекей, мына жерден мен қиып аламын. Мінекей, мен осы дәл осы сөйлеп тұрған жерімде мына жерде клон шығу керек. Енді мен мына кадрды жақындатып аламын. Мінекей, менің екінші клоным мына жерден шығып келді. Яғни мінекей, осылайша жүріп, дәл осы жерден мен қиып аламын. Сосын мен оны видеоның үстіне тастаймын. Сосын мен сөйлеп жатқан жерде, мына жерде менің сөйлеп жатқан сөзім біткен болатын. Мінекей, мен осы жерде сөйлеп болған соң кетемін. Сол үшін ендігі мен осы жерге мына екі сөйлеген сөзімізді осылай көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мен сөзді жалғастырам. Мына жерде бірінші кадрдағы сөзім бітті, ал мына жердегі екінші кадрдағы сөзім жылдан басталу керек. Ал мен мына жерге қойып қоятын болсам, бірінші кадр кетіп қалып, екінші кадр кейін келіп, кешігіп сөйлейтін болады. Және мына жерде менің клоным шықты деген кезде, менің мына клоным кешігіп келеді деген сөз. Ал енді мына жерде біз өздеріңіз алдыңғы сабақта көргендей хромакейді пайдаланған болатынбыз, ал бұл жерде біз автоудалениені пайдаланатын боламыз. Біз ол үшін үстіңгі слой видеоны басамыз, және мына жерде удалить фон бөлімінде автоудалениені басып, мына фонды удалить етіп алатын боламыз. Мінекей достар, менде осылай клон пайда болды, яғни мына үстіндегі слой алдында тұрады, ал мына екінші кадр артында тұрады. Яғни бұл основной дорожка болып есептеледі. Мінекей, дәл осылай біз осылайша біз екі клонды істейтін боламыз. Бұл өте оңай. Видеоны жақсылап түсініп, үйреніп алыңыздар. Бұл видео сіздерге пайдасы тиеді. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ал қазірше кездескенше сау саламат аман болыңыздар.